адамсың, сені іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоны басымен сіздерден барынша бізді қолдап жіберсеңіздер, біздің арнама жазылып, және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Қолдауларыңыз керек бізге. Және де менің VK группама тіркелсеңіздер болады. Ол жерде PES Mobile, FIFA туралы, футбол туралы жаңалықтар шығып тұрады. Және де сіздің YouTube арнаңыз болатын болса, менің VK-ма жазсаңыздар болады. Бүгінгі видеода біз енді жаңа бір Давид Бекхэм туралы событие шығарды, FIFA Mobile. Оның алдында бір 2-3 күндікте мен FIFA-ларда былай қарағанда көріп жүрген едім, тегін беріп жатқанын, бірақ FIFA Mobile-да қалысқан жоқ бұл жерде. Енді біздерде қандай? Бізге 3 карточка беріп тұр, және 2 түрлі позицияда, бірақ сол 3 карточка бірдей болып шығады. Енді бізге бірінші 87 рейтингті беріп тұр, және де 95 және 100. Бұл жерде характеристикасын қарайтын болсақ, 2 позиция мысалы 87-де 79. Бірдей рейтинг бәрі тек позицияны ауыстыра салған болды. Өзің келге мысалы правый полузащитник, оң қанатты орталық қорғаушы және де орталық қорғаушы. Осы жерден алуларыңыз болады. Мысалы біздер Давид Бекхэм сияқты ЦП-да алатын боламыз. Және де тағы бір қосымша бар, ойыншылар бар, оны қарап жіберетін болсақ, кішкене Хернандес, Ансу Фати сияқты ойыншылар кіргізген екен. Және де Уалкер, Лорента, Нани сияқты ойыншыларды көріп отырмыз. Енді бұл жерде Марсело, Виналдум, Росси сияқты. Бұл жерде енді бұл жерде 4 карьераны көріп тұр. Енді бірінші карьераны бітірдім. Енді екінші карьераны бітіріп, бұйырса 95 Бекхэмді алуға тырысатын боламыз. Енді біз бүгін кішкене olsun обзор жасаймыз Давид Бекхэмға. Мен өз басым осы ЦП-да позициясын алатын болам. Жақсы, енді бір салыстырып қарайтындай не жоқ, көп білініп не істеп жатқан жоқ. Давид Бекхэм міне келген бір аңыз ойыншылардың бірі, өте керемет ойын өнерін көрсете білген деп айтуымыз болады. Енді біз позициямызды ауыстыратын боламыз. ЦП бізге өте керек позиция еді. Сондықтан да біз кішкене бізде усиление навык кішкене көтерілмеген. Давид Бекхэмді алдағы уақытта енді көтеретін боламыз. Сондықтан да лайкпен қолдап жүріңіздер достар. Алдағы уақытта жақсы. Енді білмеймін, кішкене болсын қосымша бір видеолар болсын деген ойда түсіріп жатырмын. Қате түсініп қалып жүрмеңіздер достар. Сондықтан да білмейтін жандар да бар, мысалы сіздерде Давид Бекхэмнің жанкүйерлері бар, осындай FIFA ойнамайды, мысалы компьютер жоқ сияқты. Осындай бір телефонға жазып аласыз, және де ойнай бересіз. Өзіңіздің бір аңызбен бірге. Көптеген аңыздар бар, бұл жерде жалғыз Давид Бекхэм емес, Роналдиньо сияқты, Роберто Карлос сияқты ойнамай жүрген жандарға кеңесім бар осы жерде. Енді кеттік, бұл жерде қарсыласымызды көріп кеттік, оған бізден төмен рейтинг, сондықтан да міне Давид Бекхэм бізге осындай бір штрафной беріп тұр. Қараймыз, өте керемет бағыттады соққысын. Біздерден Давид Бекхэмді көрмей жатырық. Центральный. Бұл жерде Грилиш, Бекхэм көріп тұрған жоқпын. Өкінішке орай енді ЦП-да шабуылға көп араласпайды ол. Кішкене түсінетін шығарсыздар деген ойдамын. Міне көрдіңіздер, тек шабуыл шебі айналысып жатыр. Араласып, былай айтқанда. Грилиш бұл жерде теуіп жатырық. Өкінішке орай. Лочелзо жүр. Мен енді Давид Бекхэмді іздейін десең, тең таба алмадым бұл жерде. Артта жүрміз. Бұл жерде ең соңғы артта жүрген сияқты. Өкінішке орай. Міне деп айта алмаймын, енді бұл жерде енді артта кетір екен. Арттан ағып жүрсің, Давид Бекхэм, кішкене орта кірсең жақсы болар еді. Бұл жерде әл жүр ғой. Міне, енді көрдім, енді бұл жерде алыстан удар жасап барайық. Өте керемет, міне, жақсы. Оңан қайны бердім. Тым қиыс кеткен жоқ, топтан да, қақпадан да деймін.
бұл жерде бізде Грилиш артқа қайтамыз енді амалсыздан артқа қайтып жүр. Қараңыздаршы достар, сіздер үшін міне Дэвид Бекхэмді іздеп кәдімгідей алыстан жасап қарайық. сол мен әттең бұл жерде дәл бағытталған еді, бірақ қақпашы өз орнында тұрды. Жақсы, енді бірінші ойында бір гол ма, қателеспесем бір гол соққан сияқтымыз. Енді тағы бір екінші ойын ойнап қарайық. Қалай болатын бір бағалай жіберетін боламыз. Қалай бізге енді FIFA Mobile'ға рахмет айтамыз. Осындай бір артық етпейді, шыны керек үйлестіріп тұрады әйтеуір ойыншыларды. Міне көптеген жандарды өзі алып жатыр екен. Көптеген барлық жанда болады деп ойлаймын. Бірімен алдағы уақытта енді бұдан да көп рейтингті ойыншылар кіргізетін болса, бұл Дэвид Бекхэм артта қалып қоюы мүмкін. Бірақ 100 рейтингтер бар, оны алуға тырысатын боламыз алдағы уақытта. Ойын басталды, енді бұл жерде көрінбейді біздің Дэвид Бекхэм. Енді Усман Дембеле, Ло Челсо бұл жерде жоқ, әлі көремін жатыр. Артта бізде енді Усман Дембелеге жақын орналасқан еді. Арттан қарайтын боламыз. Артта әлі іздеп кетіп қараңыздаршы достар. Міне берген пасы дала кетіп қалды үш. Міне бұл жерде тағы іздейміз. Кішкен қайдасың деп. Бұл жерде Дэвид Бекхэм ар жақта жүр екен, өкінішке орай. Артта жүр. Міне допты алдық. Шыны керек доп енді үйлеспей жатыр. Шабуыл шебіне қоймағандықтан осы высотак ойнап жатыр. Енді равный игра ойнасақ ұзақ болып кететінін біліп отырмын. Сондықтан да кішкене высотакамен қарап көрейін деп. Қазір шабуыл шебіне қойып қарайық. Былай напқа бір позиция ойнап, сондықтан да кішкене olsun допқа аралассын деген ойда қосып жатамыз қазір. Енді осы ойында көп білінген жоқ. Міне штрафной тиюбет екен, тек штрафной беріп жатыр. Өте керемет, тым қате жоқ десек те болады. Тым қателеспей жатыр, сондықтан да бұған мініміз жоқ айтатын. Ал көрейік енді нап шабуыл шебіне қойып қараймыз. Қалай болады екен. Шабуылда жақсы ойнала ма, аяқ былай қоя ала ма деген сияқты топтың бір бағытын. Енді мен бұл жерде Абумеңді орын ауыстырып қарайын. Бұл жерде қазір аяғын бағытын қарайық. Правия оңа қаймен тиюбет екен, сондықтан да бір ойнап қарайық. Сондықтан да келесі неде айтатын боламыз өз ойымызды. Енді шабуыл шебінде былай қарасаңыз, енді орталықта ойнап жүретін болды бұл ойыншы. Правияда да қоюға болады деді, бірақ бізде позициямыз үйлеспейді, сондықтан да шабуыл шебіне қойып қарай берейік болады. Мен бізде шабуылға қарап жатырық. Қалай болады екен. 93 рейтингі төмендеу. Төмен рісігімізді де төмен екен. Ал кеттік ал достар. Осы жерде қысқаша айтып кетеміз. Енді бұл жерде енді Ло Челсоға келеді топ. Бұл жерде енді Грилиш және Дэвид Бекхэм көрдім. Бұл жерде сол қаймен өте керемет. Ударда жақсы. Бұл жерде мен көріп қалған сияқты едім. Артта кетқан. Бұл жерде әлі Абумең жүр. Центрде жүрген адам. Шабуылға міне штрафной. Бізде штрафной теуіп қараймыз. Тым қателескен жоқ достар. 3 штрафнойның бәрін теупті. Міне жалғыз өзі барды гол. Өте керемет, ұнадым бұл ойыншы маған. Өзінің позициясына қойсақ та енді өкінбейді деп ойлаймын. Шабуылдап осындай болса енді центрде қалаймын. Қараңыздар, ударда бар, жойқын ударда. Қателеспейді, міне керемет. Барлық мүмкіндігін пайдаланып жатыр. Міне тағы да ол өте керемет. Ұнап жатыр шыны керек. Бұдан кейін енді бір жақсы ойыншы кіргізіп жүр. Енді интересімізді былай айтқанда жоғалтып алмасақ болар еді деп ойлаймын. Және де шабуыл кішкене әуелетіп қарайын. Бұл жерде әуеге кішкене кірмей қалды. Әуелеп топқа тұрған жоқпын Бекхэмді. Бұл жерде Дэвид Бекхэм түйіп зай берейік бұл жерде. Біздің уақытымыз келген сияқты. Енді достар маған ұнады.
осындай FIFA рахмет ететін болам. Өте керемет ойыншы. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Өз ойларыңызды жазып жіберіңіздер. Не жетіспейді мысалы. Маған шыны керек кішкене былай айтқанда жүгіру скорость жетіспеген сияқты. Жылдамдығы былай айтқанда. Жылдам 79 дейді. Жылдамдығы жетіспеген сияқты. Маған кішкене қалған жағы маған ұнады. Қозғалу енді былай енді тек қатты қозғалмайды. Жылдамырақ болған жақсы ғой енді шабуылшы ойнап. Бірақ та енді центральный болғандықтан оған қарамаймыз. Енді достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса видео лайк басуды ұмытпаңыздар және каналға жазылуды. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.